Сәлеметсіздер ме? Бүгін сүттен жасалынатын өте дәмді болып шығатын бленни дайындаймыз. Менімен бірге болыңыз. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Негізі бұл жерде 3 жұмыртқа, бір жұмыртқадан 2 сарысы шықты. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Осылайынан араластырып алдық. Енді сүтімізді құямыз. Мына жерде 500 граммдай сүт құйылды. Енді тағы да араластырамыз. Енді ұнымызға 1 шайын ложка қопсытқышымызды салып, араластырып, массамызға салатын боламыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне массамыз дайын болды. Енді табамызда қыздырып, кішкене май жағып, бленнімізді пісіретін боламыз. Міне бленніміз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Егер сіз бірінші рет дайындайтын болсаңыз, осы рецептпен жасап көріңіз. Өте керемет болып шығады.